Қайырлы күн. Бүгін сіздермен жіпті қосу туралы көрсететін боламын. Бірінші, екінші оң тоқыдық. Екі жіптің арасындағы жіпті спицаға ілеміз және де оны оң тоқимыз. Тағы да бірінші оң, екінші оң тоқимыз. Жібіміздің арасында жіпті көтеріп, спицаға іліп, оны да оң тоқимыз. Осылайша өзімізге керекті жіпті қосып отырамыз. Үшінші жіпті қостым, оны да оң тоқимыз. Кромочныйымызды теріс тоқимыз. Осылайша бұл қатарымыз болды. Мен бұл жерде 3 жіп қостым. Ешқандай дырка болмайды. Енді тағы бір түрі. Кромочныйымызды шығарамыз. Жібімізді айналдырып, спицаымызға саламыз. Оң тоқимыз. Тағы да жібімізді айналдырып, спицаға саламыз. Екінші рет салдым. Екінші жіпті қосуым. Тағы да керегімше тоқып аламыз да. 4. Тағы да жібімізді айналдырып, спицаымызға салып тоқимыз. Осылайша бұл қатарымызды да аяқтадық. Кромочныйымызды теріс тоқимыз. Енді тағы бір үшінші түрін көрсетейін сіздермен. Кромочныйымызды шешіп аламыз. Оң тоқимыз. 4 оң тоқыдым. Накитпен жібімізді арасынан өткізіп, накит. Накит. 1, 2, 3, 4. Тағы накит. Енді осы накитті теріс жағынан тоқуды көрсетемін. Қалай
оң тоқып жатырық. Міне накитіміз біздің. Егер арасы дырка тесік болсын десеңіздер, оны кәдімгідей теріс тоқимыз. Егер ешқандай дырка болмасын десеңіздер, артқы жағынан жіпті теріс тоқимыз. Осылай теріс, кәдімгідей теріс тоқсақ, ол дырка болады, тесік болып қалып қалады. Ал жіптің арғы жағынан, артқы жақтан жіпті өткізу арқылы тоқсақ, ол жерде ешқандай дырка қалмайды. Қалғанын осылай теріс тоқып жатырмын. Тағы да накитіміз кәдімгідей теріс тоқып кеттім. Тағы бір накитіміз. Егер дырка болмасын десеңіздер, артқы жіптен, алдыңғы жіптен емес, артқы жібінен жіпті өткізу арқылы тоқимыз. Кромочныйға теріс тоқып аяқтадық. Енді сіздерге көрсетейін. Мына бірінші дыркамыз, мына екінші дыркамыз. Ал арасындағы ол тоқылып білінбей кетті, көрінбейді. Көргендеріңізге рахмет.